Алдағы уақытта елімізде кинотеатрлар қатары артып, ал аудандарда да кино көрсететін орындар пайда болуы мүмкін. Бұл туралы Алматыда өткен ұлттық киноны мемлекет қолдау орталығының жиынында мәлім болды. Осылайша еліміз бен әлемдік прокатқа шыққан туындыларды шалғай елді мекен тұрғындарының тамашалауына мүмкіндік тумақ. Өткен жылы еліміздің кинотеатрларына 350 туынды прокатқа шығыпты. Қуантарлығы оның 50-ге жуығы отандық өнім екен. Алайда Қазақстанда түсірілген картиналар кеткен шығынды ақтау үшін кинозалдар қатары көп болуы керек екен. Кеңес заманында елімізде 12 000 кино көрсететін орын болса, бүгінде оның саны 400-ге жетпейді. У нас будет программа. Бізде арнайы киноландыру бағдарламасы болады. Қазір біз соны ойластырудамыз. Яғни кинотеатрлар санын арттыруды көздеп отырмыз. Ол бізге ауадай қажет. Көптеген облыс орталықтары мен қалаларда кинотеатр түгілі кинозалдар жоқ. Осы бағдарламаны дамытуымыз қажет. Мемлекеттен де бізге ішінара көмектесуді сұраймыз. Ұлттық киноны мемлекеттік қолдау орталығы продюсерлік компанияларға кино түсіруге қолдау көрсетумен қатар оны еліміз бен әлемдік нарыққа шығаруға да қол ұшын бермек ниетте. Қазіргі таңда кино өндірістің айналымы 20 миллиард теңгеге жеткен. Бірақ оның 50%-ын прокатқа шығарушылар алса, қалған қаржының 35%-ы салыққа кетеді екен. Қазір мына ұлттық болса, онда налогтан босатылады. Сонда прокатта оғанда жақсы, ол 50% түгел алады, және мына продюсерлерге де жақсы 50% алады. Сонда бұл не дегеніміз? Бұл қазақтың киносын прокатчиктер көбірек жібереді. Ұлттық кино санатына енгізілу үшін ұсынылған сценарийлер сарапшылар талқысынан өтуі тиіс. Алайда ондағы мамандардың басым бөлігі мемлекеттік тілді білмейтіндіктен амалсыз қазақша жазылған сценарийлер орысшаға шала аударылады екен. Ол өзінің құнын жоғалтуы мүмкін дейді көркемдік кеңес мүшелері. Біреулердің қаражаты бар, біреулердің жағдай болмай қалады, өздері аударып жатады. Содан кейін бір сапасы өте төмен орыс тілінде жазылған сценарий болып қалады да, оның құндылығы жоғалып қалады. Әрине, содан кейін қалған осы ұжымның мүшелері осы шығарманы жетпеген орысша. Ұлттық киноны қолдап, отандық туындыларды әлемдік нарыққа шығару арқылы елімізді әлемге таныту көзделуде. Ол үшін түсірілетін туынды ұлттық деген мәртебеге сай болуы керек дейді кино майталмандары. Ұлан Әліпбай, Асқат Мұқан, Алматыдан.